жүкті бола алмай жүрген пациенттердің көбісі осы хламидия инфекциясын жұқтырған. Бұл ерлерде жаңағы айтқан түтікті бітеп тастайды, одан кейін ұрық өндіріледі, бірақ ол шыға алмайды. Сәйкесінше жүктілік жоқ. Әйелдердің трубкасынан кірпікшелерді ол қозғалтпай қатырып тастайды. Сәйкесінше ұрық қынапқа түскенімен де ол ары қарай дамуына, өсуіне ары қарай жол жоқ, былай айтқанда. Сол себепті оны егерде бір қатты маңызды нәрсе, бұл именно осы хламидия инфекциясы көп жағдайларда симптомсыз өтеді. Ол ешқандай да белгі бермейді, ерлерде болсын, әйелдерде болсын. Негізінде осы инфекция жұқтырған кезде көбінесе ашу, қышу немесе қандай да бір бөліністердің бөлінуімен бөлінетін болса, бұл хламидияда ондай нәрсе көрінбейді.